Bismillahirrahmanirrahim. Аса мейірімді, ерекше рахымды Алланың атымен тыңда, олым. Сен енді бала емессің, есейіп келе жатқан азаматсың. Осы жастан бастап нағыз өмір басталады. Өзіңді тануға, өз ісіңе жауап беруге үйрен. Әр қадамында ойланып бас, бұл сынақ кезеңі. Күнә саған тартымды көрінуі мүмкін, тәтті сезіледі, бірақ оның артында өкініш ғана бар. Ақылыңды оят, олым, Алла саған ой берді, жақсы мен жаманды, ақ пен қараны айыру үшін. Бүгінгі алған білімің ертеңгі болашағыңның іргетасы. Я, бұл жаста сезімде құмарда күштірек. Бұл табиғи, бізде сол кезеңнен өттік. Бірақ ер жігіттің күші құмарлық қайырып кетуде емес, оған қарсы тұрып өзін тізгіндеуде. Есінде болсын, барлық іс ниеттен басталады. Егер ниетің Алланың разылығы үшін болса, ең кішкентай ісіңнің өзі де сауапқа айналады. Оқуда ғибадат, егер сен оны пайдалы білім алып, адамдарға пайда келтіру ниетімен жасаса, Алла оның әр әрпін саған үйретеді. Олыма бітіға дайындал, қолайлы уақыт болсын деп күтпе. Ол уақыт ешқашан келмейді, уақыт өзін секілді ағып өтеді. Ал білім өмір бойы саған серік, бүгіннен баста. Әр күнің алға басқан қадамың болсын, ниет ет. Алла разылығы үшін оқуға, қоғамға пайда келтіруге, ата-анаңды қуантуды, адал әрі сабырлы азамат болуды. Уақыт Алланың берген ұлы нығметі, ол қайта оралмайды, сондықтан оны орнымен жұмса. Отбасыңа мейірім мен қамқорлық уақыты, достарыңа жақсылық пен қолдау уақыты, сабағыңа ізденіс пен еңбектен уақыты, өзіңе тыныштық пен ойлану уақыты, бос әңгіме мен мәнсіз күлкіге уақытыңды ысырап етпе. Әрмен ұмыт өміріңнің бөлшегі, оны қадірлей біл. Достарыңмен жарыссан, күлкімен ойын сауықта емес, білімде ізгі істе. Ақиқат жолында жарыстарың Алла жолында болсын. Кім жүрегімен таза, кім ақылмен терең. Қателік жасама, кейін ол өзіңе қайтып келмесін. Өзіңді сақта, денеңді де, ойыңды да, жүрегіңді де қорға. Біл, ұлым, Алланың разылығы үшін тырысқан адамның еңбегі ешқашан зия кетпейді. Оның әр қадамы сауапқа айналады. Оқы, ұлым, оқы, ниетіңді тазаста, және ешқашан берілме. Уа Алла, ұлдарымызды бүліктер мен азғырулардан сақта, жүректерін имам нұрымен жарқырап, оларға пайдалы білім мен игі амал нәсіп ет. Әлхамдулилля, ұлдарын имам мен махаббатпен тәрбиелеп жүрген барлық ата-аналарға арналады.